Баршаңызға қайырлы күн. Достар, бүгін сіздермен осындай етті бәліштің рецептісімен бөлісемін. Бірінші жұмыртқамызды таза ыдысқа жарып аламыз. Оның үстіне тұзымызды саламыз. Келесі 200 грамм қаймағымызды саламыз. Сары майымызды ерітіп аламыз да үстіне құйып, жақсылап барлығын араластырып шығамыз. Келесі 400 грамм ұнымызға жарты шай қасық разрыхлителімізді қосамыз да араластырып аламыз. Ұнымызды сито арқылы жақсылап өткізіп аламыз да қамыр илейміз. Достар, қамырымызды видеодағыдай илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Келесі бәліштің салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм фарш керек. Және де видеодағыдай туралған пиязымызды үстіне саламыз. Оған тұзымызды салып, бұрышымызды сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Міне достар, бәліштің салмасы дайын. Келесі картопымызды ашып, осылай жуып, және осындай 4-5 қып турап аламыз. Қамырымызды екіге бөліп, екеуінде бір-бірден жазамыз. Достар, осындай дөңгелек қып жайып шығасыздар. Келесі осындай дөңгелек формамызды алып, үстіне пергамент қағазымызды салып, дайындап аламыз. Достар, жаңағы жайған қамырымызды формамызға видеодағыдай салып шығамыз. Достар, мен бәліштің салмасын салып қойдым. Ең бірінші фаршты саласыздар, содан кейін үстіне картопты салуларыңыз керек. Қамырымыздың екі шетін біріктіріп алған соң, видеодағыдай осылай өрнек шығарасыздар. Келесі дайын болған пирогтың осылай видеодағыдай ортасын пышақпен ойып аласыздар да, сол ойылған дөңгелектен гүл жасайсыздар. Келесі жұмыртқаның сарысын алып, бәлішіміздің үстіне жағып шығамыз. Міне достар, пирогымыз дайын, енді суығанын күтеміз. Достар, жұмыртқаның сарысы кейбір жерлеріне қаттырақ жағылған соң, осылай кейбір жерлері қаттырақ қызарып кеткен. Оған назар аудармаңыздар. Бәлішіміздің қамыры жұп-жұмсақ, дәмді, керемет болып піскен. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамыры жабыспай, қатпарланып піскен. Мені қолдап, менің каналыма тіркеле кетіңіз.